Ага, қорғазымды қайдан алып атсың дегендерге мына біздің кішігірім жауабымыз. Мына осындай пломбылар. Пломбыларды жинап аласың. Өстіп сөйтесінде осындай қылып жаңағы мусорлардың бәрін кесіп, осындай мынандай тазалап, жинап, анадан сөйтіп балқытып жинайсың қорғазыңды. Одан кейін жаңағы вулканизациядан алуға болады, жаңағы машиндердің дөңгелектеріне жаңағы грузиктер іледі, солардың арасында қорғазын болады, содан алуға болады. И одан кейін жаңағы металл қабылдайтын жердегілерден тоже сатып алуға болады. Көп адамдар сол металл қабылдайтын жерлерге апарып тапсырады қорғасында. Солардан алуға болады. Балық аулау мен аңшылық жасау да оңай емес. Осындай жұмыстар жасауға тура келеді.